Бірінші бөлім animals, жануарлар. Суретте жануарлар берілген, солардың атауларын ағылшынша айтайық. Elephant, піл, elephant. Snake, жылан, snake. Penguin, пингвин, penguin. Animal types, жануар түрлері. Бірінші тапсырма. Look at the pictures. Which animal is a mammal, a reptile, a bird? Жоғарыда берілген суретке қараңыз және қайсы бір жануар, сүтқоректі жануар, рептилия немесе құс екенін анықтаңыз. Суретімізге қайта оралатын болсақ, бұл жерде піл, elephant is a mammal. Піл сүтқоректі жануар. Екіншісі snake. Жылан рептилия жануар түріне кіреді. Snake is a reptile. Және үшіншісі penguin. Пингвин бұл құс түріне кіреді, яғни penguin is a bird. Екінші тапсырма. Read and name the animal. Оқыңыз және жануар атауын атаңыз. Бізге сөйлемдер берілген, сол сөйлемдердің мағынасына қарай қай жануар екенін анықтауымыз қажет екен. Біріншісі I live on land. I eat eggs and small animals. I look for food at night. What am I? Бұл сөйлемде не деп айтылған? Мен жерде өмір сүремін. Мен жұмыртқа және кішкентай жануарлармен қоректенемін және өзіме тамақты түнде іздеймін. Мен кіммін? Деп сұрап тұр екен. Бұл қай жануар? Әрине, бұл жылан. Бос орынға жылан деп жазамыз. Екіншісі. I live on land. I eat plants. What am I? Мен жерде өмір сүремін. Өсімдіктер жеймін. Мен кіммін деп сұрап тұр екен. Бұл қай жануар түрі деп ойлайсыздар? Әрине, бұл піл. Elephant. Үшінші сөйлем. I live on land and in water. I eat fish. What am I? Мен жерде және суда өмір сүремін. Мен балық жеймін. Мен кіммін деп сұрап тұр екен. Әрине, бұл жерде пингвин. Үшіншісіне I'm a penguin деп жазып қоямыз. Үшінші тапсырма. True or false? In pairs, decide. Check your answers online or with your teacher. Дұрыс немесе бұрыс. Жұптық жұмыс. Жұппен сұрақтарға дұрыс немесе бұрыс деп жауап береміз және жауаптарымызды онлайн немесе мұғаліммен бірге тексеріңіз. A snake's life. Жыланның өмірі. Бұл жерде жыланға байланысты сұрақтар берілген. Біріншісі. Snakes live in Antarctica. Жыландар Антарктидада өмір сүреді. Дұрыс емес. False. Екіншісі. Snakes smell with their tongue. Жыландар тілдерімен иіскейді. Дұрыс. True. Үшіншісі. Snakes sleep with their eyes open. Жыландар ашық көздерімен ұйықтайды.
Дұрыс. Төртіншісі, snakes eat only 3 times a year. Дұрыс емес. Бесіншісі, snakes stop growing when they are 1 year old. Жыландар 1 жасқа толған кезде олар өсуін тоқтатады. Дұрыс емес. Тағы бір сұрақ қойылған екен, соған жауап берейік. Do snakes live in Antarctica? Жыландар Антарктидада өмір сүре ме? Антарктидада өмір сүрмейді, сондықтан біз не деп жауап береміз? No, they don't. Төртінші тапсырмаға қараймыз. Find some facts about one of the other two animals. Present them to the class. Қалған 2 жануардың біреуін таңдап, ол туралы фактілер табыңыз және оны сыныбыңызға таныстырыңыз. Мысал ретінде берілген сөйлемдерді қарап шығайық. Elephants are mammals. They can't jump. Elephants can swim. Elephants are afraid of bees. Бұл жерде пілдер сүтқоректі жануарлар, олар секіре алмайды, піл жүзе алады және пілдер аралардан қорқады деген піл туралы ақпараттар берілген екен.